Авиация болсын, басқа сала болсын мойындау керек. Өткен ғасырдың әскери техникасын жасауда ақш пен кеңес одағы алда болды. Әйтсе де ақш бірінші орында болды және орнын жақын уақытта босатпайды. Біз бұл бейнематериалда А-10 Thunderbolt және Су-25 атқыш майдан ұшақтарын салыстыратын боламыз. Немесе бұл ұшақтардың екінші атауы балта жұтар және грач. Осы атауларға үйреніп жайғаса беріңіз, ал біз бастаймыз. Бұл ұшақтар негізінде өз классындағы ең соңғы ұшақтар, яки атқыш майдан ұшағы. Атқыш дегеніміз ұшақ жаяу әскерді қолдауға арналған. А-10 Thunderbolt ақш әскери әуе күштеріне қолдануға кіргеннен кейін ұзақ уақыт бойы ұсқынсыз үйрек деп аталды. Бұл оның сыртқы түріне байланысты болды. Ол үшін А-10 лақап аталды, ағылшынша Warhawk, балта жұтар. А-10 Thunderbolt жасаған компания Fairchild Republic алғаш әуеге 1972 жылы көтерілді. Әскерге қолдану 1977 жылы басталды. Осы уақытқа дейін 715 дана ұшақ құрастырылды. Өзіндік құны қазіргі курспен 46 миллион ақш долларын құрайды. Су-25 Сухой атты конструктордың зауытында жасалған. Алғаш ауаға 1975 жылы көтерілді, ал қолдануға 1981 жылы берілді. 1320 данасы шығарылған, қазіргі курспен құны 46 миллион ақш долларын құрайды. Егер балтабұзар тек американдар өздеріне ғана шығарған болса, яғни ішкі нарыққа, коммунистер Су-25-ті экспорттаумен де айналысты. Қазіргі таңда Су-25-ті 20 елдің әскерінде қолданылады. Сонымен қатар Қазақстанның да әскери әуе күштерінде Су-25 бар. Ресей қазіргі уақытқа дейін Су-25 ұшағын жаңаландырумен айналысуда, бірақ қаржыландырудың жетіспеуі бұл процесті тежеуде. Су-25-тің сыртқы келбеті қозғалтқышы ғана кеңестік деуге болады, себебі жаңартылған Су-25 авионикасы, есептеуіш техникасы, барлық компьютерлері ол батыстық чиптермен, батыстық архитектуралармен жасалған. Ұшақтардың өлшемі жайлы айтсақ, А-10 Thunderbolt ұзындығы 16 метр 26 сантиметр, биіктігі 4 метр 47 сантиметр, ал қанат құлашы 17 метр 53 сантиметрді құрайды. Су-25-тің ұзындығы, оның ауа қысымын қабылдауышы алдыға шығыңқы, соны қоса есептегенде ұзындығы 15 метр 36 сантиметр, биіктігі 4 метр 8 сантиметр, қанат құлашы 14 метр. А-10 Thunderbolt салмағы 9 тонна, ал қаруланған кездегі максимал ұшу салмағы 21 тонна. Су-25-тің салмағы болса, Thunderboltқа қарағанда 500 килограммға артық, яғни 9,5 тонна құрайды. Максимал салмағы 17 тонна 500 килограмм. Екі ұшақта да екі қозғалтқыш орнатылған. А-10 Thunderbolt'тың қос контурлы қозғалтқыштары бар. Әр қозғалтқыштың тарту күші 4112 килограмм күшті құрайды. 1500 метр биіктікте қаруланған А-10 Thunderbolt максимал жылдамдығы 833 км сағатқа дейін жетеді, дағдылы шапшаңдық жылдамдығы 560 км сағат. Су-25 болатын болса, бұл жағынан озады. Қозғалтқыштардың тарту күші 4100 кг күш, А-10 мен бірдей. Бірақ қаруланған кезде максимал жылдамдығы 950 км сағатқа дейін жетеді. Дағдылы шапшаң режимде 750 км сағатқа дейін жетеді. Кемшілігі жағынан Су-25 балта жұтарға қарағанда үнемді емес, коммунистер соғыс кезінде үнемшілдік жайлы ойлаған жоқ. Су-25 5000 метр биіктікте 750 км сағат крейсерлік жылдамдықта отын шығыны 0,9 км құрайды. Максималдық жылдамдықта отын шығыны 2 км құрайды. Бірақ ұрыс кезінде бұл мінездеме қатты әсер етпейді, сондықтан бұл жайлы кемшілікке жатсуға бола ма, болмай ма, оны сіздер комментарийда шешсеңіздер болады. Балтабұздардың практикалық ұшу биіктігі 13380 метрге дейін жетеді, ал Су-25-тікі 10000 метр, яғни 10 км биіктікке жетеді. Балтабұздардың ұрыс радиусы 460 км құрайды, Су-25-тікі болса 300 км. Ұшақтар атқыш болғандықтан оларға көп қару арту қабілеті басты міндеттердің бірі болып табылады. Қару көп болған сайын ұшақтың қауіптілігі артады. Ендеше американдық балтабұздардың қаруды артып салу шегі 7257 кг, яғни 7257 кг қару салуға болады. Оларды айтатын болсақ,
атаңызға айналған жіті оқпанды 30 мм гау 8А оқшашары, яғни пулемет, сыйымдылығы 1300 оқты құрайды. Оған қоса басқармалы әуе жер зымырандары AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick, Mark 84 және де басқарылмайтын авиациялық зымырандар Hydra 70 зымырандары орнатылған. Су-25-те ГШ-32 қаруы орнатылған. ГШ деген конструктордың аты жөні Грязев-Шипунов 30 мм 2 оқпанды. Бұның оқтары әлдеқайда аз, бар жоғы 250 снаряд. Бұл дегеніміз ұшқыш егер ату түймесін 5 секунд үзіліссіз басып тұрса, оқ таусылады. ГШ қаруының ату жылдамдығы минутына 9000 оқ, сондықтан 250 снарядты 5 секундта тез тауысып тастайды. Сонымен қатар әуе жер бомбалары мен басқарылмайтын зымырандар бар. ФАП-500, яғни фугасный авиационная бомба 500, С-25, Р-60 басқарылатын ракеталар және де әртүрлі зымырандар бар. Қозғалтқыштардың орналасуына келсек, Су-25-те ол қанаттың астында титанмен сауытталған. Ал американдық А-10 Thunderbolt фюзеляжының артқы жағында жоғары орналасқан. Сол себептен балтабұзар деген атқа ие болды. Екеуі де күшті нұқсан келсе де аэродромға қайтып келе алады, бірақ тағы да А-10 Thunderbolt құйрығында 2 белағашы бар. Егер бір белағаш зардап шексе, ол еш қиындықсыз ұрысты жалғастыра алады. Ал Су-25 бір ғана белағаш, егер жау атқыласа, сол бөлікке ұшақты басқару қиынға түседі, тіпті ұшақ жерге құлауы да мүмкін. Американдық А-10 Thunderbolt өзінің құдіреттілігін Парсы шығанағындағы соғыста көрсеткен болатын. Балтабұзар өлімі жоқ, арзан ұшақ болып шықты. Соғыста балтабұзар 4000-нан астам Ирактың жердегі техникасын тасталқан еткен болатын, танкілер мен гаубицаларды. Ұшқыштар А-10-ның өлімі жоқ ұшақ екенін байқады. Ұрыс кезінде ұшақ қанаттарына, құйрықтарына өте күшті нұқсан келген кездерде болды. Сонда да ұшақтар тірі оралып келген кездер болды. Шығанақ соғысында американдар 7 ұшақтан айырылды. А-10 Thunderbolt тағы да өзінің мықтылығын танкілерді атуда үлкен мықтылығын дәлелдеді. Балтабұзардың Гау-8А ядрлық снарядтармен кез келген сауытты бұза алатын өзінің ерекшелігін танытты. Балтабұзар өзін Парсы шығанағында дәлелдесе, Су-25 өзін ауған соғысында көрсетті. Ауған соғысында Су-25 аз жылдамдықта шапшаңдығымен, сауыттың мықтылығымен көзге түсті. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Муджахидтердің қолына тасымалы зениттік зымырандар түскенде Су-25 әлсіз болып қалды. Американдық Стингер Су-25-терді Ауғанстанда шімішкедей шақты. Стингерлер көбейген сайын Су-25-тер геометриялық прогрессияда азая берді. Қорытындылай келе, коммунистер ауған соғысында 1981 жылдан бастап 1889 жыл аралығында 34 Су-25-тен айырылды. Ол жетпесе, оның 10-ы жерде тұрақта тұрған кезде жойылды. 2003 жылы ақштың Иракқа басып кіруі. Парсы шығанағындағы екінші ұрыс. Балтабұзар бұл ұрыста тек қана жауды қорқытпай, сонымен қатар өз жақтастарын да қауіпке төндірді. Кейде жерде отырған операторлар қате лазер бағыттаған кезде ұшақ бомбалары өз әскеріне лақтырылған жағдайлар болған. Балтабұзардың ең танымал оқиғасының мүшесі болған американдық ұшқыш Ким Кэмпбелл. Шабуыл операциясы кезінде оның ұшағы ирактардың зениттік зымырандарының атқылауына ұшырайды. 500 снаряд ұшақты зақымдады. Ұшақ өте күшті нұқсан алды. Тіпті бір қозғалтқыш істен шығады. Сонда да Ким ұшақты базаға алып келеді. Бұл ұрыста 60 балтабұзар болды, соның ішінде тек бір ұшақтан айырылды. Су-25 ауған соғысынан кейін белсенді түрде жаңалана бастады. Оның әуе жер зымырандарын дамытты, авионикасы және де техникаларын жоғары дәрежеге жеткізді. Солайша Су-25 бірінші Шешен соғысында пайдаланылды. Қырғыздар Ханкала аэродромын бомбалады және 260-тан астам ұшақтар жарамсыз қылды. Ресей бұл соғыста әуеде өктемділігін тез алды, себебі шешендерде мықты зымыранда комплекстер болған жоқ. Бұл соғыста Ресей 5 Су-25-тен айырылды. Әрине, біз талқылаған ұрыстардан бөлек бұл ұшақтар көп соғыстарға қатысты. Әйтсе де американдар әрқашан стратегия жағынан, жоспарлау жағынан және де техникалық жағынан әрқашан алда. Бұл сөзсіз айқын. Бұл бейнені соңына дейін көргеніңізге рахмет. Лайк басып, бөлісіп, өз пікіріңізді төменге жазып кетіңіз.